жылдыкы грамоталарыңыз бар экен да? Мына медалим қайда? 70 жылдағы алған медаль. 67 жылғы грамота екен. Ошонон бери сактап жүрөсүзбү? Ошон бери сакталып калыптыр бул өзү. Қазір. Лениндин сүрөтү турат грамота. Бул алген. 3-ші орын мына Спартакиада вуз дейді ғой. Қырғызстанның вуздары күштеді ғой бәғібі. Осыдан алған әйтеуір аламыз мінекей. Мына первое место мінекей. Город Фрунзе дейді. Город Фрунзе 1968 жыл дейді. Енді бұл енді Ош облысының бірнеше дүркін чемпион мына. Мынау жағы Ферганский долина бар ғой екен. Сол ойындардың бірінші жағы Тажикстан, Өзбекстан, Қырғызстан, Қазақстан қосылған бірінші орын алған. Товарищ Толымбеков дейді. У деп жазып Толымбек қой енді. Бұлан жағы Ферганский облысына Союзда спортсмен о кездерге город Фергана дейді. Ферганадан. Сонда бұл 68 жылдар. 68 жыл екен. Солар Мына город Ош дейді. Город Ош дейді. Фрунзе самбыдан буревестник бар ғой. Кыргызский республиканский совет ДСО буревестник награждает дейді. Сондай бәрі. Мына 71 жыл дейді. Бұлар да 71 жыл. Сабиров дейді. Бұл енді Ош облысының екен. Сабиров дейді. Қол қойған кіші. Мына енді судья болғандағы, мынау енді не, 68 жыл. 68 жыл. Облыста сол. По вольной борьбе первое место дейді. Енді мен амайды қосақ бойлы Орта Азия республикаларының жеңімпазы. 70 жылы Орта Азияның республикалардың жеңімпазы болдым. Медалім бар. Мінеге тақып қойған, ерді іліп тұрған еді. Қағаз білмеймін қайда екен, жоқ. Медалі қалды. Медаль тұрады. Ол сол. Енді судья болдық. Енді бітірді ғой мұны мен. Енді судья болдық. Енді балаларды мына енді облыстың 10 мәрте чемпионы болдым облыстың. Ош облысының. Мынау бәрі. Мынау мен жас кезімдегі. Енді мектепке келіп, енді балалар тәрбиелей бастадым мінеке. Енді алған дипломдар енді мақтау енді бар енді. Содан кейін міне қазақша күрестерді дайындадым. Содан кейін мені 93. Қазақша күрестің судьясы болдым. Республикада. Содан кейін Алматы облысының тренері болдым қазақша күрестен. Республика қатысу үшін облыстың. Міне осындай қызмет қылдық енді қазақша күрестерден де. Енді соның несінден районда бәрі марапаттап атты енді. Районның марапаты. Мынау жағы спорт комитеттің марапаттары. Енді болып атыр енді сол. Азмас. 60 жылдық ана мұны. Сол осылар құр. Мұны ұшыншаны кім сақтап жүрген үшін кемпіріңіз күшті оқшайды? Бұл күшті мықты ғой енді. Үш жыл жөніп айтып беріңіз. Мен Қырғыз апамын қаяқтан алып қалдыңыз? 63 жылы мектепті бітірдік. Содан Казгудың журфагына журналистика факультетін тапсырып едік, өтпей қалдық. Содан кейін енді қайда барамыз? Ауылда қалуға болмайды. Қайсы ауылда туылғансыз Қазақстанның? Қайсы ауылда туылғансыз? Батан ауылында дүниеге келдім осы жерде. Содан бұл бірақ берде 7-ні бітіргеннен кейін Алматыдағы пансион интернатта оқыдым. Әкеміз соғыстан келмей ғана кейін бізді қабылдады ол жерге. Содан кейін өкіметтің баласы болдық қой біз. Соны институт бітіргеннен кейін, жағы оқуды бітіргеннен кейін
институтқа түспей қалдық дағы. Қайқа барамыз? Күз болып қалды, армияға алып кетті. Армияға сол Ошқа кеп түстім. Десантный войска дейді. Западныйда болады әлі. Западный микрорайонда. Содан сол жерге түстік дағы 1,5 жыл нағыз службаны атқардық. Совет өкіметіне қызмет қылдық. Содан кейін мені күреске бейімдімді көрді дағы, маған айтты, мына балаларды дайында деді, командир полка. Дивизияға, анау біріншілікке дайында деді. Содан кейін мен дайындай бастадым. Соны дайындап, балаларды дайындағаннан кейін дивизияға барып едік. Жағы команда бірінші алды. Мен де бірінші орын алдым. Содан кейін мені алып қалды дивизияның спорт ортасына. Сол спорт ортасына алып қалды, 65 жыл болып қалды өзі. Ол жеңістің 20 жылдығын тойлау керек болды. Совет өкіметінің ұлы отан соғыстағы 20 жылдығын. Соған Спартакиада болады деді. Соған бізден дайындап, мен сөйлеп Ферғанада службаны бастадым. Сол енді бізді дайындадық. Ферғанаға күрестім. Анаяққа күрестік, мынаяққа күрестік, машыға бастадық енді. Өзім институтқа дайындалдым. Соның жағы жаттықтырушы училище Алматыдан келген екен, оқыған. Бірақ Бішкектен, ол кезде Фрунзе ғой, Бішкектен Ош пединституттың саф кафедрада, физкультурадан кафедрасын басқарып кепті. Брейш. Тренер Брейш деген. Еврей ұқсайды, Брейш. Иә, Брейш деген. Неміс қой деймі. Иә. Ол айтты, қал деді, мен көмектесейін, түскеніңе, сен Алматыға барғанда түсесің ба, түсе алмайсың ба, ұмытып қалдың ғой деді. Кешіктің деді. Мақұл дедім. Содан институтқа тапсырдық документті де. Соны экзамға дайындалдым, емтиханға. Соны тапсырып, Құдайға шүкір, студент болдық. Ошо экзамен тапшырып аткандан бұл эжем таныштырып экзаменде соңғы ошоны ана эжем айтып берсинчи. Буну каяктан көрүп калдыңыз бу казак баланы? Ошол Ош мамлекеттик педагогикалык институтуна филология факультетине тапшырып атканбыз го баарыбыз. 4-чү экзамен тарыхтан болду. Ошол тарых сабагында отуруп, менин алдымда ушул 2 жигит, казак жигити бар экен, экзамен тапшырышты. Ал экзамен алып жаткан экзаменатор Кулатов деген жигит булар айтты го, мен сизге кандай тилде жооп берейин деп. Казакча айта бер, мен түшүнөм сени казак тилин деп. Ошондо казакча айтып экзаменде баарын жооп берип, 5ке тапшырып чыгып кетти. Тарых жакшы билген экен да. Анан артынан мен тапшырдым да, ошон чыккандан таанышып калдык. Ошол боюнча биз. Сиз дагы өттүңүз. Мен да 5ке тапшырып чыктым, анан ошондон тааныш болуп калдык да. Биринчи курстабыз го, биринчи курстун студенттери болуп. Бул жигит А группасы, мен Б группасы. 6 группа болгонбуз биринчи курста, 3 группа национальный группалар, улуттук. Кыргыз, казак аралаш 3 группасы, 3 группа кыргыз болдук да, бир арабызда казактар бар. 3 группа орус группасы. Ошону мен биринчи курстан таанышып жүрдүк. 3-чү курста бизде мурун Ишкайдайт эле Пактага, Ленин районуна алып барат. Ленин районунда коет. Азыркы Нокен. Пакта беребиз. Ошентип жүрүп Пактада да жүрөбүз. Бая тагдыр деп коет го. Тагдырдын кошкону экөөбүз таанышып жүрүп 3-чү курста ноябрь айында жигит 25 жашка толгон как раз. Үйлөнүп сөз үй ошондо айтып ошо биринчи курстан тааныш болуп жүрдүк го. Сен алам деди анан. 3-чү курста үйлөнөбүз деди. Үйлөнөбүз. Мен али үйлөнбөйм, мен 5-чи курста бүтүрүп окууну бүтүрүшүбүз керек. Мен турмушка чыкпайм дедиңиз. Ата-энем бар. Карыган кишилер, пенсионерлер окууну бүтүрүп, аларга жардамдашып анан ашыкпай турмушка чыгып.
деп айттым ғой. Өзімнің группамда да жігіттеріміз бар ғой, бірақ қырғыздар. Алардың бары институттан қырғыз мұғалімдер біз жақтан болды. Көкбе совхозынан Шерик деген мұғалім бәле Сулайман. Женал Шерик ағай ал Папандан болды жүрді. Женал Папандан. Енді біз жақтық қой. Сізбе көкбе бір совхозымыз ғой үшін деген. Мен дағайым ақ. Мұржаш Сулайманов деген болды. Педагогикада. Мұғалімдерге чейін қарсы болышты, үйленгенімізге мен тұрмышқа өзің қырғыздарға шығасың деп. Барына тарап кетті ғой. Осы қазақ жігітіне тұрмышқа шыққан атат екен деп, деканатта да сөз болып. Группамыз басы бәрі Құдай қошқын тағдыр қошылып қалған екен. Şu alıp gitti de. Alıp kaçtı mı? Үйлендік емесін менен. Қанша қарсы olsak da. Anan bir alıp geldi mi? Anan жоқ, biz 3-cü kuşta үйленіп olduk қой. 3-cü kuşta үйленіп институтты бүтіргенде бір ұлды болып шықтық. Мұрын институтты бүтіргенде 5 жыл жұмыс істеп керек елі ғой. Стаж 35 жыл істеп, Ноғат районындағы Қышан Жақып атында мектепке барып іштедік бір. 5 жыл іштедік та. Анан ақырын Қазақстанға қарай жол тарттық. 5 жыл жүрдіңіз Қырғызстанда? Іштедік мектепте. Мектепте, Ноқатта? Ноқатта, Қышан Жақып атындағы 8 жыл мектепте іштедік. Направлениені ақтадық қой, жолдаманы. Алған стипендияларымыз барын. 5 жыл іштеп ол бүтірдік. Ноқатта. Айлыға қайттық. Абекең атасы жоқ, апасы ғана болды ғой. Ол кіші қарады жалғыз таштабайлы деп айлыға қайтып келдік. Ұшы Батан ауылына, айлына. Келгеннен кейін бұл жерде мектептерде екеуізге орыс тілі жоқ, мұғалімдер, орын жоқ болды. Бір мектепке Жамбыл атындағы өзіміздің айдағы мектепте 8 орыс тілі мұғалімі бар екен. Анам башқа айылға Қышан Жақып Қошмамбет айылына барып, екеуіз ошол жерде мұғалім болдық. Бұл кішіні документтерін көріп, грамотадан бір физкультура сабағынан берді. Районыға барғанымызға бірінші мектеп іш сұрап. Екеуіз бірге бардық, екеуізді алды, тауып береміз. Болғын орынға іштеп тұрасыңар, анан өзіңердің предметіңерді береміз деп. Маға бір аял декретке кеткен екен, начальник классын мұғалімдер. Ошоның классын берді. Бұға физкультура. Ошон менен Абекең өмірінің аяғына шейін немеге физкультура сабағынан өтіп кетті. Пенсияға шыққанға шейін. Орыс тілден бермей қалыптыр да бұл кіші? Соны тәрбиелеп, бір енді 5 жыл енді істеген екен, енді мінерді маған дене шынықтыру сабағын беріп дағы, мына орыс тілі мұғалімнің орын жоқ болды. Содан кейін бұл мен енді одан қиналғам жоқпын. Неге десең жағы сборда жүрдім, өзім күрестім, 15 жыл осының бәрі көмектесті. Содан алып кеттім. Өзің көрдің ғой жағы түрлі балалар жарысқа дайындап, жоғары орындары көрсетіп, марапатталып жүрдім енді. Мына апа сіз ушунча жыл қазаққа келін болып, анан таза қырғызша сөйлейткенсізде қандай бұл тіліңіз бұрылып алып тұрған ма? Олар 5-6 жылда да бұрылып кетіп жатады. Өз ене тілімізді қандай ұнтамыз. Айылыма барсам да бар таңғарша реже дейді. Ошондо сіз 55 жыл болып тұр, 56 жыл. 56 жыл. Өзім тіліме қандай ұнтадым. Анан қазақша сөйлеңізші дейді. Қазақ жоқ болса, қандай қазақша сөйлеңіздер дейді. Айға барғаннайшы. Қазақша да таптыңыз. Қазақпенен қазақша сөйлешемін, қырғыздармен қырғызша сөйлешемін. Орыспен орыс. Орыспен орысша. Өзбектермен өзбекше сөйлешеміз. Сол өзбектердің арасында кіріп кетесіз ғой. Ары бері жүргенде жолыққанда дегендей. Енді мына еңбегіміз енді әр уақытта мен бағалап жағы команданы дайында деп республикаға дайындадым. Біздің жағы менің дайындаған балаларым республикадан орын алып, бірінші орынға шығып бұлар. Соны енді пенсияға шыққаннан кейін мен ойладым енді жатамын шалқайып.
қыдырамын, туған туысқандарға барамын, қайын жұртқа барамын, Ошқа барамын, Мараяққа барамын десем, ондай болмады. Сен мына 4 ауылдың балаларын оқыттың. Енді осылардың ата-аналарына да, өзіне де ауылына төраға боласың деп, ардагерлер ұйымының төрағасы қылып сайлап қойды. Біздің округтың. Содан бойымыз қалдықтағы сол пенсияға шыққаннан 2003 жылы шықтымдағы, содан бері осы ардагерлер ұйымын басқарып жүрмін. Алдымен ауылды басқардым осы, содан кейін округты берді, округты басқардым. Енді солардың ардагерлердің жұмысымен жүрміз. Енді Құдайға шүкір, одан да жаман емес, марапаттап жатыр. Маған былтыр Қарасай ауданының құрметті азамат деген нам берді. Оған осы республика күніне арнап, мінекей мына жерде мына сурет тұр, мына суреттер мінекей. Мұнан да алды. Анау біздің не? 80-ге толғанды бері құрмет азаматы бар ма? Мұнандай сыйлықтар берішіптер. Құдайға шүкір, жаман деп айтпаймын. Келіп, көшіп келген өстен баштап, бұл жердегі жерде мені жақсы қабылдашты. Қырғыз деп ешкім айтқан жоқ. Азербайшыны деп мұрын ұшында айтшылы бар. Не деп? Азербайшыны деп бар. Азербайшын. Мұғалімдерді. Әлі орыстарға ұқсап. Анан, ұшы ежеке ағай деген азырға чейін бәрі сыйлашады. Ата-енелері болсын, мектептегілері болсын, айдағылардағы туған ұлықтарымыздың арасында менсіз ешнәрсе өткізбей шақырып отырышады. Ақсақал командир екенсіз да. Сол айдың ақсақалымыз азыр Құдайға шүкір. Шул жерден достар таптық, достар ұстағы бар. Қазақтар қатташып аралашып тұрамыз. Анан мен келгеннен начальник класстан ары қарай ақырын көтеріле баштадым. Орыс тіліне өттім. Орыс тіліне мұғалім болып. Іштеп атқаннан кейін тәрбие завуштықты берішті. Енді ақырындап көтеріліп жатқан кезде пенсияға жашым жетті. 5 бала менен мұғалім беріп. Ертерек шығарады. 50 жаштан шығады электі. Сонымен пенсияға шығып кеттім. Пенсияда невре бабы табыз. Құдайға шүкір. 8 неврем бар. Азыр қырғыз диаспораларында жиындарына барасыз? Жиындарына барам. Былтыр бізде қырғыз диаспораларын баш қосып тұрамыз. Наурызда қосамыз. 8 мартта да қосылады. Анан дағы былтыр съезд болды аялдардың, түрк аялдарының. Қазақстан 25 этаждың газетасында. Анын жетекшісі түрктер. Ошол съезге барып катташып келдим. Аралашып турабыз барып. Чакырган жерлерге. Толымбек Амангелді Қосақбайұлы. Амангелді Аванын үйүндө отурабыз. Көп жолку чемпион экен. Мұқағали Мақараев айтқан ғой. 80 жыл жасап, 8 жол әңгіме айтпаған адам ол қалай өмір сүрдім деген сияқты. Соныға мен де осының алдында бір жазып қойын деп мына кітапты естелікке жаздым. Өзіңіз кітап жаздыңыз? Иә. Осы әлгі өмірдің қалай өмірде келдік, ата-бабамыздан бастап өзім ауылым деп міне. Мен және менің ауылым деп тұр ғой. Сол сияқты осы өзіңіз жаздыңыз? Иә. Сіз жазушы тұрбайсыз ба? Жазмыз ба. Енді филологияны бітірдік қой енді. Бекер әжем. 80-ге келгенде кітап жазып. Содан кейін мына өмір дерегім өзімді айтса. Соны өзім туралы деп мінекей. Мынау әкпем. Мынау жағы, мына кісі, мына қарындасым, мынау әкпем болатын. Бұл кісі де екеуі де өмірден өтіп кетті. Мынау құдам, қызымның жағы қайнатасы, о да өтіп кетті. Содан кейін мына менің атам, ұрыстан келмеген, мына апамыз дейді ғой, анамыз өмірде. Енді осылай келіп дағы,
мына әлі жағы Оштағы служба мынау. Ооба. Мынау енді біз екеуміздің Оштағы үйлөнүү той экен. Үйлөнүү. 68 жыл 19 декабрда суукта үйлөнүпсүз да. Иә, сол. Той 12-синде болуптур. Bir ay ол жақта ойланғыла деп береді ғой. Бірақ өзі суық емес болатын. Ошта жылып өшеді. Сол үйленгеннен кейін суық болып кетті, қар жауып. Мына біздің үлкен ұл, мынау екінші ұл. Мынау енді біздің семья жағы. Мыналар жағы, балалар. Айбай, Светной соны кітап шығарған турбайсыз ба? Мынау енді мына біздің балалар. Мынау немере. Түркістанда тұрады. Міне, мынау жағы қыздың үйлесі, мынау жағы ұлдың Нұрлан. Нұрлан кетіп қалды ма? Жоқ. Содан кейін мынау қалғаны, мынау енді ауылдың ишиңиз, ауылдаштарыңыз. Ауылдастар. Сол жөнінде мынандай Қанша жылдан бері мына қатысып жүріп өткен эжебиз, бұл сіз бұл эже жөнүндө, бұл Палбан акебиз жөнүндө кандай бир эл билбеген сөздөрдү айтасыз? Эми Жезде менен эжени биз ошол студент болуп келип бул жерге окууга өткөндөн кийин ошол кеше Сиз 88 жылы келдиңизби? 88 жылы келдим. Ашыр Жездем Топчул Жемөкө менен келип биринчи жолу таанышкам. Бирок ага чейин бул жер эже тууралуу уккам, себеби биздин ата энебиз менен тааныш, билген эме коңшу айылданбыз да. Анан эми мен бул кишилер тууралуу эмне айта алам? Айылында аябай авторитеттүү да. Амангелди Кусакбаевич деп азырга чейин отчествосунан айтышат. Куло коңшусунун өзү. Эжени Ажар Байышевна деп. Bunun özü sый da, çoğun hurmat, çoğun sый. Anam Jezden'in sözünü hiç kim hiç eki kılbaydı da. Oşon bile sanan biz özümüz sünük özkede öyle koyuz, Kudayım karlılık berse, şu Ece menen Jezde'de karlılık berdipçi. Birinci Ece'ni görgöndө men Ece tuuralı taң kalgaным şu Kırgızça сүйлөп аткан oldu da. Қазақстан жашасаганда Кыргызча сүйлөп атат экен деп. Азырга чейин ошол мен өзүм мисалы быйыл 30 жыл болду университетте иштегениме, жалпы Алматыга келгениме 36 жыл болсо дагы азырга чейин ушу эжеге окшоп таза кыргызча сүйлөгүм келет да. Бирок кээде бир сөздүн эмесин эквивалентин таба албай каласың да казакча айта коесуң, кыргызча жетпей бараткандачы. Ал эженин тилиндей таза тилди мен эч кимден көргөн жокмун. Мисалы мына базарга барып соода жасап калсаң, кыргызсыңбы десең, иә деп жооп берет да. Анан атайлап бул жерде кыргыздардын эмес, биздин негизги белгибиз ошол чоңбу кичинеби, чоңунан бери кичинесинен бери десек деле, жана чоң деген сөзгө маани беришпейт да. Биз кыргызча сүйлөсөк, алар казакча жооп берет. Анан ошол биз менен таанышып эметип калса, ушунча жыл Алматыда туруп атам десе эле казакча сүйлөп баштайт да. Анан мен таң калам да, кыргызча эле сүйлөйбүз, биз кыргызчабыз депчи ошол адамдарга. Эми бул тил маселеси чоң маселе го. Анан ошол эжени үлгүгө алса болот да. Биз дайыма ошол эжени же өзү орус тилчи болгону менен, казакка келин болгону менен, кыргыз менен сүйлөшсө таза кыргызча, орус тилдүү менен сүйлөшсө таза орусча, казак тилдүү менен сүйлөшсө ошо таза казакча сүйлөйт. Ошол тилди урматтоо ушул деп билем мен. 55 жыл болуптур Казакстан келгени. 56 жыл болуптур. Тилге деген урмат 56 жылга чейин бир башка сөздү кошпой сүйлөп, бул тилге деген чоң урмат деп. Жарым кылдан ашык жашапсыз да. Кошулбаган. Эми биригиш үчүн, элдердин ынтымагы үчүн жалпы тарыхыбыз бир да. Ушу кыргыз жазуучулардын, акындардын да чыгармаларын киргизиш керек экен. Бул мамлекеттик деңгээлде буну көтөрүп, Айтматовдон башка да акындар достук, ынтымак болсо, ошо бирин-бири көтөрмөлөсө, жана Муктар чыккан, мисалы Чыңгыз Айтматовдун баардык чыгармаларынын аңгемеси чейин ол айтып бул жака белгилүү го, ол киного да чыкты го, аны билишет, башканы билишпейт. Биз Абайзовду аябай окуп жүрбөйбүзбү? Мен 7-ci класста Абай жолун 7-ci класста окугам да. Бизде библиотекаларда турат эле. Мен библиотеканы алып окугам Абай жолун чыгып, андай бир топ.
ушундай. Кыргыздар Казакстанга биринчи кайсы жылдары келип баштады? Биринчи келген жылдары ушул союз тарап кетти го. Ооба. Ошол кыйынчылыкта келди да 90 жылдары Башталды, 90дон баштап. Кандай союз тараганда сразу баары 91. Башка жок келишти дагы. Казакстан кайсы бурчуна барсаң да кыргыздар болуп кетти. Биздин өзүбүздүн айылыбыздын өзүндө ушул жерде бир үйгө, уйгур аялдын үйүнө 4 кыргыздын семьясы үй бүлөсү келип, бак жерге тамеке кеше башташты дагы. Ушул тамеки менен тирилик кылышты да. Биз барып аларга жардамыбыз келген кыргыздардын бул жерге келди, Челекке да ар жака келди. Билгенибизди мына Узун Агачка келген кыргыздар, тааныганыбыздардын баарына жардамдаштык. Тааныбасак да өздөрү келип ушул жерде кыргыз эже бар экен деп үйгө келишти. Аларга жардам бердик. Пропискаларын тургузуп беребиз. Же ишинен эле акчаларын ала албай бир кыйналып калса, крышка болду, крыша. Аларын алып барып берип, үйүбүзгө канча жаткызып аларды. Колубуздан келген жардамыбызды берип аттык да. Ошон өзүң айттым го, ак калпак кийген болсо артынан жүгүрүп кыргыздар. Балам каяктан келдиң? Кандай иш менен жүрсүңөр деп. Мына бекеңде жаман деп кетти, эч кимге болгон жок. Бул да жүрөгү кең киши экен да. Келгенин баарын каршы алып, анан узатып. Бул Акбей, Аккөн киши турбайбы мындай? Коюп бар. Эч кимди бир бул ким тааныбасаң, тааныбагандарды деле алып келе бересиң деп айткан андай сөз болгон жок. Канча тааныбайм, ошол базарга барып калсам деле кыргызча сүйлөп, эжесиз кыргыз экенсиз биз деп неме кылат да, сүйлөшүп калышат, таанышып. Анан ошо базарда таанышкандарын деле үйгө чакырып, чайга чакырып келип тургула, айланайдар. Кыргыз экенсиңер деп каарылашып катташып турабыз эми. Биздин колдон келгени ошол баягы. Аларга прописка керек. Алар эмгек короду көп биздин кыргыздар. Эч качан күн түн дебей иштешет. Ошентип иштешип жүрүшүп үй алышты. Азыр Алматта үйү болсо, Бишкекте үйлөр бар. Бишкекке барып, таможнядан өтсөң алып кетебиз, кайерде турасың дешип, өздөрү алар ушинтип турушат. Анан жанагыдай азыркы чейин барсак, келсеңиз айтып койсоңуз өзүбүз алып кетебиз, өзүбүз сыйлап турушат. Сыйлашып турушат. Аллага шүкүр дейбиз эми. Бир жагы биздин өзүбүздүн кыргыздардын да адамгерчилиги бар. Бирөө көргөндө бир чайын ичиппиз деп, көп болсо деп койгон, кетип калган жок, колдору ушинтип. Алар да жакшы. Биздин колубуздан келген жардам ошондойлор болду, өзүбүздүн кыргыздарга. Мен Жизе менен эже тууралуу. Ооба. Бир көз. Айтып коюңуз. Жизе менен эжени биз студент кезибизден билебиз. Ушул жерде биз окудук, Алматы шаарында. Канча студент окуса, ошонун көпчүлүгү ушул жерден келип чай ичип кетишти. Ушул жерге келет элек, төмөн жакта жерде той ойнойт элек, футбол ойнойт элек, волейбол ойнойт элек. Ушул жерде келип жакшы дем алып кайтат элек. Канча ойнойт. Эже менен Жизени айтса болот, ушул жерде канчама студенттерге ата-эне катарында болушту. Азыр деле биз канча жыл ошо студент кезибизден бери аралашабыз. Эже менен Жизени. Бирибизди көрбөй калсак, кадимгидей сагынып калабыз. Айрыкча Жизде кичине биз иштер менен бошобой калсак, звонтетип сурап турат. Келди. Чок болуп кеттиңер го депчи. Жизенин эже менен Жизде ушу окуулар бүткөндөн кийин биздин айылда иштеп калышты да. Ооба. Биздин айылда иштеп, биз мектепте мугалим болуп иштешти дагы. Ошол жерде канча адамдар менен дос болушту булар. Жизенин достору көбү менин Айша турган болот. Бул кишилер тааныганды мен тааныйм. Ошон үчүн сөзүбүз келишет. Мен айылга барып келип калсам сурайт, кимдер кандай жүрүшөт деп. Мен менен сүйлөшүп кадимгидей черин жазып коет. Не дегенде жаштык чагы Сүтөкө ошол жакта. Эң өмүрүнүн жакшы күндөрү ошо Ошто өтүптүр да. Эң кездери ошо курч кездер. Ош жергесинде өттү. Ошол үчүн ошол жакта сагынып турат. Ушул жерде канчалык кыргыздар эже менен Жизден таанышат. Биздин ардактуу аксакалдарыбыз. Чоң мероприятиялар болуп турат. Ошол жерде биздин төрүбүздө отурушуп, акылдарын айтып, кеңештерин айтып, азыркы күнгө чейин Кудай кааласа келишет. Дагы Кудай кааласа
өмүрлөрүн узак кылсын. Дагы ушинтип ушул жерде кыргыздардын баарына аскы болуп жүрө бериңиздер. Дайыма биз сиздер менен сыймыктанабыз. Бул киши 80ге чыкканда таланты ачылыптыр да, дагы бир жазуучулук таланты. Мына китебиңизди профессионал жазуучуларды окудубу? Акындар. Олар өзүңүз жаздыңыз ма дейт, мен өзүм жаздым дедим. Олар жақсы бағасын берді. Кәдімгі журналистер, мынаны басқан адам тоже мынау жақсы екен, тез басып берді. Тез басып, артығымен қосып берді. Жашылық кезінде қазақ халқы қиыншылық көріп, жеуге нан таппай, шөпте де шықпай, мына Қырғызстан жеріне ауып кеткен. Көбісі сол Қырғызстан жерінде ашаршылықтан өлмей тірі қалған. Оны мен білетінім, жағы мына Көкбел жаққа кеткен қазақтар, соны кейін мына көлдің бойына кеткен қазақтар, солар айтып атады. Қазір сол мына көлге кеткен қазақтар қырғыздармен араласып, құдалық болып, қыз беріп, қыз алысып, көбісі қалпаған сүйірізі бар екен. Мен Іскөлге санаторияға барғанда көрдім, 2 айыл қазақтар екен. Ол қазақтар болғанда да, мына кегенен жақтан асып барып, орнықпаған ашаршылық кезінде. Олар жағы біздің елге ұқсақ екен. Қызылбөріктің ішінде 2 ата бар еді, 4 ата бар еді, соның 2 атасы көлдің бойына орнығып қапты. Соларды ұқтым мен. Неге десең, қырғыздар қиыншылық кезде қазақтарды бауырына басты. Ал енді әр уақытта жақсылық медальдің 2 жағы болады ғой, жақсы да, жаман да. Жаманшылық болған жағда қырғыздарға қазақтар да көмектеседі. Сондай болған. Міне әртүрлі жағдайлар болды ғой, енді көмектесіп жатқан. Осындай көмектесіп бір-бірін қолдап, қоршап жүрсе, нұр үстінен нұр болар деп айтарым.